Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Қырқым бітті. Қойлардың барлығын қырқып, краскасын жағып, күнде ұзарып жатыр ағайын. Алдын 8-де түсетінем, қазір 8:40 сондайда түсіп жатыр ауылға. Күннің көзі кіріп жатыр. Құс. Мына бүгін 3-ші күн қозыларға. Екі қоз туылды ағайын. Егіз емес, екі қойдікі. Алдында на қоймен алдына кетіп жатқан қойдың қозылар. Ей! Міне. Күн батып жатыр. Осылай. Қойлар кішкене ет алып, дұрысталып жақсы болып жатыр. Қозылар өсіп жатыр. Инкубаторда балапандар әзірге шықпайды. Шыққан кезде көрсетем. Міне мендегі жаңалықтар осы отыр әзірге. Істіп күніге таза ауада қой бағып ағайын. Сіздер не істеп жатсыздар? Не жұмыс қыласыздар? Не шаруашылық жасап жатсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер ағайын. Әр қазақ бай болсын, қойларыңыз көп болсын, тек қана дамыңыздар ағайын. Өзі болашақта өзі қалатын 3-4 сала бар өзі. Ол IT, ауыл шаруашылығы, туризм, ауыл шаруашылығы ішінде ол құс шаруашылығы, егін және осы мал шаруашылығы ағайын. Ерте бастан осы болашақта қалатын салаларға кіріп, жақсылап тәжірибе жинап алыңыздар. Міне. Ал ағайын, күндерің сәтті өтсін. Ана дамыңыздар алға.